Сәлем достар, сіздермен бірге Зере Тока. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Ал ендеше біз бастаймыз. Бір күні Мери атты қызы бен Алекс атты ұл болыпты. Олар күнде сөйлесіп кездеседі екен. Бір күні Алекс Мериге айтады: "Сен маған шынымен ұнайсың. Мен сенімен бірге өмір бойы болғым келеді", деп айтады. Сол кезде Алекс қалтасында сақинаны алып Мериге қарай сөйлей бастайды. "Мери, білесің бе, мен сенімен өмір бойы бірге болғым келеді. Сондықтан сен менің өмірлік жарым боласың ба?" деп сөз салады. Мери кішкене ойланып қалады. Мери не деп жауап берерін білмей қалады. Сәлден кейін Мери өз жауабын айтады. "Алекс, мен сені бұрыннан жақсы білемін. Сондықтан мен саған я деп айтамын", деп өз жауабын Мери айтады. Алекс қатты қуанып кетеді және сақинаны Меридің қолына тағады. Олар қатты қуанады. Енді олар бірге мәңгі боламыз деп. Мери мен Алекстің бірінші баласы дүниеге келеді. Оның есімі Марк болады. Бір күні олар қалаға шығады және олар бірге серуендеп қайтады. Сол кезде Мери тоқтап Алекске: "Алекс, тоқтай тұр, мен банктан ақша алуым керек. Қазір сен осы Маркпен бірге отыра тұр. Мен қазір бір 15 минуттай боламын. Кейін тез келетін болам. Кейін әрі қарай серуендейміз", деп Алекске айтады. Алекс оған қарсы болмайды. Ол Марк екеуі отырады. Содан кейін бір бейтаныс қыз келеді. Бейтаныс қыз келіп Алекстің қасына отырады және әңгімені бірден бастап кетеді. "Қалайсың, Алекс, мен таныдың ба? Екеуміз бұрын жақсы таныс болып едік қой." "Я, Анастасия, мен сені таныдым. Қалай? Қазіргі өмірің қалай? Жақсысың ба?" деп Алекс сұрастыра бастайды. Кейін Анастасия айтады: "Сен қазір үйленгенсің бе? Мына кімнің баласы? Бұл сенікі ме не?" деп Алекстен сұрайды. Сол кезде Алекс Анастасияға былай жауап береді: "Анастасия, түсінесің бе? Бұл отбасылық өмір мені қазірден шаршатып жіберді. Мен Меримен бірге бақытсызбын. Бақыт деген не екенін де ұмытып қалғанмын. Қатты шаршап жүрмін." Бұны Мери мүлдем түсінбейді. "Мен осы екеуіне шаршадым. Bir демалатын жер жоқ", деп Алекс Анастасияға айтады. Содан кейін Анастасия Алекске былай жауап береді: "Жарайды, Алекс, егер сенің көңіл күйің болмаса, маған хабарласуыңа болады. Екеуміз қалаларды көріп, қыдырып қайтатын боламыз. Жарайды ма?" Сол кезде Алекс қатты қуанып кетеді. Содан кейін Анастасия қазір кету керек екенін айтып, Алекспен қоштасып кетеді. Анастасия кетеді. Анастасия кетісімен Мери Алекске келеді. Кейін Мери Алекске сөйлей бастайды: "Алекс, бала жыламады ма?
мүлдем мазасызданған жоқ қо, деп бала туралы сұрайды. Содан кейін Мэри қазір қай жаққа баратынын айтады. Кейін олар сол жаққа қарай баруға дайындалып кетеді. Бірнеше айдан кейін Мэри үй шаруасына өте қатты шаршап кетеді. Ол үйді жинайды, тамақ әзірлейді, балаға қарайды. Оны үйдегі жұмысы өте көбейіп кетеді. Оған көмектесетін мүлдем адам жоқ. Ал Алекске келетін болсақ, ол күні-түні біреумен сөйлеседі. Ол мүлдем телефоннан бас алмайды. Тек қана телефонға қарап отырады. Оны сөйлесіп жатқан адамын айтпасақ та біз білеміз. Бірақ оны Мэри білмейді. Содан кейін ол Анастасиямен сөйлеседі. Қашан, қай кезде кездесетінін анықтап отырады. Осы кезде Марк қатты жылайды. Оған қарайтын мүлдем адам жоқ. Мэриді мүлдем қолы босамайды. Алекс Марктың даусын естіп, бірден тұрады. Кейін ол бірден ашуланады. Не себепті Мэри Маркқа қарамай жатыр. Кейін Алекс бірден Мэриге қарай ашуланып, айқайлап кетеді. Мэри басында қорқып кетеді. Не үшін Алексін айқайлап жатқанын түсінбейді. Кейін ол Марктың жылап жатқанын көреді. Кейін Марктың тынышталдыруға тырысады. Ал Алекс әлі Мэриге ашулы. Ол қайта-қайта Мэриге ұрса береді. Кейін оған біреу жазды. Содан кейін ол бірден көңіл-күйін көтеріп, сөйлесіп кетеді. Алекс пен Анастасия олар бір дәмханада отыр. Алекс пен Анастасия ұзақ уақыт әңгімелеседі. Қандай жоспарлары бар, не істейді, қалай өмір сүреді, болашақта сол туралы көп сөйлеседі. Және Алекс оған Мэримен бірге енді тұрғысы келмейтінін және Мэриді ұнатпайтынын айтады. Алекс Мэримен бірге ұрса береді. Сәл кішкентай затқа бола ұрса береді. Мэри оны көтере алмай, көбінесе жылап жібереді. Бірақ бәрібір Алекс оны жылап жатқанына қарамай ұрысты жалғастыра береді. Бір күні Мэри баласын балабақшадан алып келе жатып, үйіне кіреді. Үйіне кіргеннен кейін ол Алекс пен Анастасияны көреді. Мэри шошып кетеді. Шошығаннан кейін Алекс пен Анастасия Мэриге қарап күлімсіреп тұрады. Кейін Алекс сөйлей бастайды. О, Мэри, келдің бе? Мен сені негізінде шақырып алайын деп тұрғанмын. Енді екеуміз жұп емеспіз. Мен өз жарымды таңдадым. Ал енді сен осы үйден кете берсең болады. Маркты алып кет, деп айтады. Кейін Мэри соны айтқанын істеп, бірден Маркты құшақтап жүгіріп шығып кетеді. Ал Алекс пен Анастасия оған қарап күліп тұрады. Мэри мен Марк жолға шығады. Кейін Мэри қай жаққа баратынын ойланады. Ол ең бірінші өзінің ең жақын құрбысына барайын деп шешті. Оның ең жақын құрбысы Эмма еді. Эмма оларды көре сала қуанады. Кейін оларды хал жағдайларын және Алексті сұрайды. Сәлем, Мэри, қалайсың? Сен ауырып жүрген жоқсың ба? Түрің әбіршіп кетті ғой. Алекс қайда? Ол көрінбейді ғой. Сол кезде Марк жылап мазасызданады.
Кейін Эмма оларға үйіне кіруін сұрайды. Содан кейін Мэри мен Марк Эмманың үйіне кіреді. Эмма Мэриден Алекстің қайда екенін, не үшін жоқ екенін және не болғанын сұрайды. Кейін Мэри барлығын айтып береді. Алекстің оларды үйінен қуып жібергенін де айтып беретін болады. Кейін таң атады. Мэри мен Марк олар үй іздеуге кетеді. Ал осы кезде Алекс пен Анастасияның сөздері келіспей ұрсып жатқан болады. Олар күнде ұрсатын болады және бір-бірінің сөзін мүлдем тыңдамайтын болады. Және Алекс іштей өкінетін болады. Мэри мен Марк жол-жөнекей аш қалады. Аш қалғаннан соң олар бәліш жегісі келеді. Бірақ оны алуға олардың мүлдем ақшасы жоқ. Сондықтан олар тек сыртынан қарап тұрады. Мұны байқаған аспазшы Мэриге сөйлей бастайды. Ханым, мен сізді бағанадан бері көріп тұрмын. Сіз біздің бәлішханамыздан бәліш ауыстыңыз. Деп аспазшы оларға бәліш береді. Сол кезде Мэри мен Марк қатты қуанып кетеді. Кейін аспазшыға алғыс айтып, кейін олар әрі қарай үй іздеуге кетеді. Кейін олар Анна ханымды кездестіреді. Анна ханым оларға қандай үйлердің бар екенін және қайсысы жақсы екенін айтады. Содан кейін Анна ханым оларға бір үйді ұсынады. Сол үйді көруге олар барады. Олар сол үйдің ішіне кіреді. Сол үйдің іші өте жақсы екен. Ол бірден Мэриге ұнайды. Мэри енді жұмыс табу керек, сол үшін бір ірі компанияға келеді. Басшысы ең алдымен компанияны таныстырады, қандай қызметті істейтінін айтады. Кейін Мэри өзін таныстыру керек болады. Және Мэри өзін таныстыра бастайды. Осы таныстыру кезінде оның қандай қабілеттерге ие және қандай мамандық бітірген туралы бәрін айтатын болады. Сол кезде осы компанияның басшысы бірден Мэриді жұмысқа алады. Сол кезде Мэри өте қатты қуанады. Енді көріп тұрғандарыңыздай Мэридің тұрақты жұмысы бар. Кейін Мэри үйіне қарай кетеді. 5 жыл өткен соң Анастасия Алекске тиесілі барлық мүліктері өз атына аударып алады. Және ол Алексті үйінен қуып жібергісі келеді. Кейін ол ұрыс шығарады. Көріп тұрғандарыңыздай Алекстің қазір киім алуға да жағдай жоқ. Кейін Анастасия оны жақсы көрмегенін және тек қана ақша үшін жүргенін айтады. Кейін Алекс жылай бастайды, оны қумас үшін, бірақ бәрібір Анастасия оны қуып жібереді. Кейін Алекс жападан жалғыз далада отырады. Іштей барлығына өкінеді. Не себепті Мэриді жібергенін және баласын сағынады. Ал осы 5 жылдың ішінде Мэри жақсы дамып, және оның баласы да үлкейіп қалған еді. Және Мэри үлкен бір телеканалда интервью беріп тұрады. Оның қандай қиыншылықтардан өткенін, оның күйеуі қандай болғанын барлығын ашық айтады. Осы кезде Алекс осы интервьюға мұқият тыңдап, сол кезде не себептен сонда ақымақ болғанына өкінеді.
осымен біздің хикаямыз аяқталды. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сол сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.